Осы Қарашығанақтың Қазақстан үшін маңызы зор. Бүгінге дейін кеннің барланған геологиялық қорының 10%-дан астамы ғана игерілген. Ал енді осындай алпауыт кен шыққан аймақтың басқа да салаларындағы ахуал қандай? Бұл сауалға аймақ басшысы Алтай Көлгінов мырза жауап береді. Қадірлі көрермен, бізбен бүгін сұхбаттасатын Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов. Алтай Сидырұлы, сіздің Батыс Қазақстан облысына әкім болып тағайындалғаныңызға әлі 6 ай тола қоймапты. Шетел көргенсіз, болашақтың түлегісіз. Ең алдымен жұмысты неден бастадыңыз? Біздің білуімізше 640 мыңға жуық ел жұрты бар Орал өңірінде түйіні шешілмеген мәселе баршылық. Әрбір ауданның өзінің өзекті мәселелері бар. Бірінші кезекте, сонымен қатар көп күттірмейтін дегендей, сондай өзекті мәселелерді, проблемаларды айқындап алып, мысалға бір ауданда ауыз су мәселесі ең өзекті болып тұрған болуы мүмкін. Екінші ауданда газ өткізу, үшіншісінде жол мәселесі, абаттандыру, жарықтандыру деген сияқты сол елдің көкейінде жүрген мәселелерін барлығын жиынтығын белгілеп, даму жоспарларын бекітіп, депутаттармен келісіп, қоғаммен келісіп, осындай жоспарды бекіттік. Яғни біз қазіргі таңда келесі жылы қандай мәселе жасалынады, одан кейінгі жылы қандай мәселе жасалынады дегендей осы жоспарлауды жүйелендірдік. Батыс Қазақстан мұнай газ секілді стратегиялық көздер бар облыс, бірақ бүгінгі жаһан нарығында елде өндірілетін шикізат көздерінің бағасы төмендеп кетті, өзіңіз білесіз. Мысалы, бір ғана Қарашығанақтан түскен табысқа біз тоқмейілсіп отыра алмаймыз ғой. Қалай ойлайсыз, облыс экономикасын дамытудың басқа да бір балама жолдары бар ма? Бірден бір жолы инвестициялар тарту, орта шағын бизнесті дамыту, бизнеске қолайлы жағдай жасау. Екі мысал келтірейін. Біреуі сол финдар келіп, бізде стеклосервис деген мекеме бар, ол мемлекеттік қолдаумен жақсы өндіріс көзін ашты. Құрылыс материалдарын шығарады. Ал финдар бұл жөнінде ағаш өнімдерін, құрылыс материалдарын дайындауда ол әлемдік лидерлер. Солар келіп, қызығушылық танытты. Себебі бізде нарық бар, Еуразиялық одақ бар. Қазақстанда да ол тиісті дәрежеге әлі жеткен жоқпыз. Яғни олар осы жерге қызығып отыр, жаңа нарық. Сонымен бірге бізде қаланың бүкіл қоқыстарын шығаратын полигон бар. Ол 40 жылдан бері өзінің тозығы жеткен, қанша жылдан бері жиналған сол жерде қоқыс бар. Оны біз өңдеуіміз керек. Бізде ол жаңа бағыт. Яғни бізде қазір жасыл экономика деп жатыр ғой. Қалдықсыз өнімдерді. Осы бойда қазір финдар бізге кіріп жатыр. Ол жерден биогаз шығармақшы. Себебі жылдар бойы қалыптасып қалған, жиналып қалған қоқыстың ішінде биогаз болуы мүмкін. Соны зерттеп жатыр. Сонымен бірге оны қайта өңдеу. Яғни бұл да біздің жаңағы инвесторлар, ол мұнай газға ешқандай қатысы жоқ сала. Сонымен бірге біз осы жуық арада Иранға бардық. Сол жерде біз бірқатар келісімшартқа қол қойдық. Мысалға бізде трансформатор зауыты бар. Ирандықтар мысалға ол санкцияның да жақсы жағын айтып жатыр. Санкцияға дейін 85% олар импорт болған екен. Ал мемлекетті мүлдем жан-жағын жауып тастаған екен, барлығын өздері өндіруді үйренген екен. Сол жағын айтып жатыр, сол трансформаторлары энергия үнемдеу жағынан біздікінен әлдеқайда жоғары екен. Сол бойынша біз келістік бірге жұмыс атқаруға. Сол жұмыс жүріп жатыр. Мұнай химия. Оларда да мұнай бар. Мемлекет білесіздер, мұнай өте көп. Соны мұнай химиясын дамытуға жақсы жетістіктері бар екен. Осы бойда біздің оралдық мекемелер келісті. Сол бойынша біз қазір жұмыстанып жатырмыз. Қаржылық қиындықты шыны керек біздің еліміз әлі еңсеріп біткен жоқ. Қайта мемлекет басшысының индустрияландыру бағдарламасы біраз тығырықтан шығарды. Мен қателеспесем, Батыс Қазақстан облысында екінші 5 жылдықта 11 жобаны іске асыру жоспарланған. Бұл қандай жобалар? Біз қазіргі уақытта 30 мегаваттқа дейін қысқы кезеңде Ресейден электр қуатын аламыз. Осы тәуелділіктен кету үшін жеке кәсіпкер, жеке инвестициялар тартып, әлемдік General Electric'тің немесе ABB деген компаниялармен бірлесіп, бізде үлкен 100 мегаваттық күш қуаты бар, электр қуатын шығаратын газ турбиналық электр станциясын іске қосты. Бұл бірінші кезең. Екінші кезеңде тағы да 100 мегаватт қосылады. Бұл бізге не берді? Жаңағы электр көзін, энергия қуатын тәуелділіктен кеттік біз. Тағы үлкен зауыт іске қостық. Ол да жеке инвестиция, жеке кәсіпкердің салған зауыты 600 мың тонна мұнай өнімдерін шығарады. Яғни бензин, солярка деген сияқты жанар-жағармай шығарады. Қазіргі уақытта біз өңірімізге 300 мың тоннадан астам жыл сайын импорт
жанар жағармайды импорт жасаймыз. Кейде білесіз, науқан кезінде жетіспеушілік байқалып жатады. Осы завод іске қосылғалы бері, ол міне қазіргі уақытта жаңағы бастау кезеңін атқарып жатыр. Толық күшіне еніп жұмыс атқарған кезде біз тәуелділіктен кетеміз. Бұл да бізге маңызды жоба. Президенттің нұрлы жол бағдарламасына ел халқы үлкен үміт артып отыр. Өйткені өзіңіз білесіз, елдегі жолдардың мәселесі өткір тұр қазір. Орал өңірінде де, әсіресе шалғай жатқан аудандар үшін де қазір қинайтын бұл сапасыз жолдар. Облыс тұрғындарын тақтайдай тегіс жолдармен жүретін күн қашан туар екен? Енді өкінішке орай біздің жолдар қазір уақытта сапасы жеткіліксіз. Мысалға, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар жолдардың қанағаттанарлық деген пайызы 26%. Ол республикада ең төмен көрсеткіш қазіргі уақытта. Соңғы 3 жылдың ішінде 19 миллиард теңге қаражат бөлінді. Тек біздің өңірдің жолдарын жақсартуға. Ол едәуір өзінің септігін тигізді. Мысалға, осыдан 3 жыл бұрын бізде облысымызда 12 аудан болатын болса, соның 6-ауына асфальт бармайтын. Қазіргі уақытта соның 5-еуі қалды. 3 аудан қалды. Ең шалғай аудандар, олар Бөкей Ордасы, білесіз, оған 600 шақырым, Жәнібек 500 шақырым, Казталовка 350 шақырым. Әлде де осы жұмысты ары қарай біз жалғастыруымыз қажет. Соның бірден бір үлкен қолдау көрсететін бағдарлама бұл нұрлы жол бағдарламасы. Мысалға, осы тек жолға 5,5 миллиард теңге бөлінді. Оған біз енді айттық қой, біз батыс қақпамыз, транспорттық коридор тұр бұл жерде. Біз енді Саратов, Самара, немесе басқа да өңірлер біз арқылы жүреді. Ол үлкен жаңағы тауар айналымға қолдау көрсетеді. Егер жолдың сапасы нашар болса, ол кедергі жасайды. Сондықтан осы Саратовқа баратын, осы Орал, Тасқала, Азинки жолы басталды. Биыл соның 1/3 бітеді. Ол жалпы ұзындығы 100 шақырым болатын болса, соның 35 шақырымы биыл бітетін болады. Сонымен бірге тұрғын үй бағдарламасы іске асып жатыр. Мысалға, биыл 1500 пәтер беріледі. Қаламызда қазір 16 мыңға жуық адам кезекте тұр. Тұрғын үйге. Қолжетімді баспанаға 16 мыңға жуық адам кезекте тұр. Бұл бұрын соңды болмаған қарқын, әрине. 1500 пәтер бір жылда беру деген Оралға үлкен қолдау. Бұл яғни мемлекеттік бағдарламаның осы халыққа деген, мұқтаж азаматтарға деген қамқорлығы. Биыл өзіңіз білесіз, ел тәуелсіздігіне 25 жыл. Сұхбат түйіндей келгенде, бұл тәуелсіздік сізге не берді? Тәуелсіздік маған жақсы білім алуға мүмкіндік берді, мысалға. Жақсы елің үшін жұмыс атқаруға мүмкіндік берді. Мен сияқты талай азаматтар бар. Осындай жұмыс атқаруға, білім алуға, шетелге шығып білім алды. Қанша мыңдаған адамдар соны тәуелсіздіктің пайдасын қазір қолданып отыр. Осыны біз құндылығымызды ұмытпауымыз керек. Елдің бірлігін сақтап, елбасымыз айтқан. Осы төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. Сол еліміз үшін аянбай еңбек атқаруымыз керек. Одан артық ешқандай байлық керек емес бізге. Дұрыс айтасыз. Алтай Сейдірұлы, салмақты сұхбатыңыз үшін рахмет айтамыз. Рахмет.